Бұл дүние жұмыс істемей ақша тапқысы келетін жалқаулардан және байғысы келмей жұмыс істеуге дайын ақымақтардан тұрады. Ақымақ адам өзгенің қатесін түзеу арқылы ақылды болып көрінгісі келеді. Ал ақылды адам ешкімге еш нәрсе дәлелдемесе де, қиналған сәтте дұрыс шешім табады. Жарық дүниеде алаяқтардан да ақымақтар көп. Өйтпегенде алаяқтардың өмір сүруіне ешбір себеп болмас еді. Ақылды да, ақымақ та бір ағашқа қарап тұрғанымен, ол ағаш ақылдыға қарағанда ақымаққа басқаша болып көрінеді. Әрбір ақымақ өзінен де зор ақымақты тауып алады. Ол мұның өзіне тамсана таңырқайды. Әдетте түсінігі жетімсіздер көп білеміз деп ойлайды. Ал мүлде ақылынан айырылғандар бәрін білеміз деп ойлайды. Ақымақтар бәрінен гөрі даналық туралы, ал зұлымдар қайырымдылық туралы көп айтады. Топас аузын ашпайтын ақымақ. Бұл мағынада алғанда ол ауыз жаппас ақымақтар гөрі арықтау. Ақылдыға оның ақылды екеніне жұрт сенгенше қанша уақыт сөйлеу керек десеңізші. Ақымақ үндемесе болғаны, бәрі де оны ақылды деп есептейді. Ақымақтар да, ақылдылар да зиянсыз. Тек жартылай ақымақтар мен жартылай ақылдылар ғана зиянды. Неліктен осынау ақсақ адам біздің түршіктірмейді? Ақыл жағынан ақсаушы адам түршіктіреді. Ол мынада: ақсақ біздің түк жүргеніміздің мойындайды, ал ақылды жағынан ақсаушы өзін емес бізді ақсақ деп есептейді. Ақымаққа ақыл айту дауылды қолмен тоқтатам дегенмен бірдей. Ақымақ кісіні мақтасаң, ақылынан айырылады. Ақылды кісіні мақтасаң, көп ойланады. Мүмкін емес, бұл ақымақтардың сөздігінде қолданылатын сөз. Жер бетінде ақымақтарсыз өмір сүру қызықсыз болар еді. Жасым 14-те болғанда әкем өте ақылсыз ақымақ еді. Мен оны әзер түсінетінмін. Ал менің жасым 21-ге келгенде сол 7 жыл аралықта әкем өте ақылды, өзіме ақылшы, тіреу, одан артық адам жоқ болды. Саусақ аспанға көтерілгенде ақымақ сол саусаққа қарайды. Мақтау және жаланы бей-жай қабылда. Ақымақпен егіреске салынба.
өзін сыйламайтын адам бақытсыз, алайда өзіне толықтай көңілі толатын адам нағыз ақымақтың өзі. Тек ақымақ қана өз өлімінің жақындағанын тойлайтын болады. Құмарлық көп ретте ақылдыны ақымаққа айналдырады. Ақымақтарға ақыл салатын кезде аз емес. Барлық әйел сұлу болып тумайды, ал 30 жасқа дейін әдеміленбесе, оның жай ғана ақымақ болғаны. Құдай берейін десе, ақылдының да, ақымақтың да тілегін береді. Қазіргі заманның нашар тұстарының бірі өзіне сенімділердің ақымақ болуы, ал кішкене болса да ой қиялы мен түсінігі барлардың күмәнға толы болуы және тәуекелге бара алмаулары. Ашушаңдық адамды бір сәтте ақымаққа айналдырып жібереді. Ақымақтарға алғыс айтайық, олар болмағанда басқаларға жетістікке жету қиын болар еді. Ақымақ уақытты қалай тез өткізуді ойлайды. Ақылды адам уақытты қалай тез пайдалануды ойлайды. Ақылды адамдардың жалғыздықты ұнататын себебі олар ақымақтардың даңғаза тірлігінен қашады. Үндемеу ақылдың бар екенін үнемі көрсетпеуі мүмкін, бірақ ақымақтықтың жоқтығын дәлелдей алады. Әрқашан басқалардан ақылдылырақ болу тілегінен өткен ақымақтық жоқ.